Баршаңызға сәлем достар, сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз жарнама арқылы блогтан қалай ақша табуға болатынын толықтай түсіне кетеміз. Бұл сабақ кімге арналған? Біріншіден, сіз блог бастағыңыз келеді, сол блогыңыз арқылы ақша тапқыңыз келеді жарнамамен. Екіншіден, сізде блог бар, Instagram, TikTok болсын, парақшаңыз бар, 2-3 мың оқырманыңыз бар, 5 мың, 10 мың, немесе 100 мың. Бірақ сол парақшадан әлі де жарнама арқылы ақша таппай отырсыз. Және үшіншіден, ол кез келген эксперттерге, сарапшыларға, жалпы сіз өзіңіз сол сарапшы болсаңыз, кез келген салада, мысалы дәрігер болсаңыз, бухгалтер болсаңыз, сетевик болсаңыз, немесе өзіңіздің бір онлайн школаңыз, сондай бар, образовательный бір курстарыңыз бар, сондай болып жатса, бірақ сізде жарнама арқылы әлі де ақша тауып көрген жоқсыз, немесе аз тауып отырсыз, осы сабақта мен сіздерге толықтай түсіндіре кетемін. Енді сабақтың нәтижесі қандай болады? Неге дәл қазір қазақ тіліндегі блог бастау тиімді? Соны сіздерге толықтай жеткіземін. Достар, қазіргі кезде қазақ тіліндегі блогты жүргізіп, нишевый блогты жүргізіп, жарнама арқылы өте оңай ақша табуға болады. Оны сіздерге толықтай түсіндіре кетемін, соны білетін боласыздар. Аз оқырман санымен қалай табуға болады? Кейде адамдар ойлайды, өте оқырман болу керек, жоқ, ондай емес достар. Және үшіншісі, қай қадамнан бастау керек? Бір қадаммен қалай біз блогты жүргізіп, сонымен жарнама арқылы ақша тауып отырамыз. Осымен толықтай сіз осы сабақта түсіне кетесіздер. Достар, өзім туралы қысқа айта кетейін. Жалпы сіз көріп отырған қазіргі кездегі блог менің, сол жерден келген шығарсыз, Инстаграмнан келген шығарсыз, немесе TikToktан келген шығарсыз. Дәл сол SMM бойынша блог. Мен 3 жыл болды осымен айналысып жүргеніме. Мен парақша жүргізу бойынша үйретемін. Сондай жалпы сабақтарым да бар. Сол адамдар менен оқып, парақшасын дамытып, қаралым жинайтын. Сосын мен екінші блогты аштым 2023 жылы. Техноблог деген, осыны мен сіздерге көрсетіп отырмын, TikToktан және Instagramнан аштым. Instagramда 44 мың оқырманға дейін 2 айда жинадым, және TikTokта 94 мың. Инстаграмда 44, TikTokта 94 мың. Сосын сол арқылы мен табыс тауып отырдым. Ол қалай? То есть бұл деген техноблог деген осы қандай iPhone сатып аламыз, соның камерасы қалай жұмыс істейді, қазіргі кезде Samsung жақсы ма, немесе iPhone жақсы ма, сол жалпы технология бойынша әлемдегі сондай жаңалықтармен бөлісіп, фишкалармен, жаңа ақпараттармен бөлісіп отырғанмын. Сонымен мен айына 3 айда 2 миллион 700 мың теңге тауып отырдым. Бір посттан 300 мың теңге тауып отырдым, достар, жарнама арқылы. Маған жазатын, менде жазатын, дұрыс ұсыныс жасап, бірақ кім жазатын олар? Сол жаңағы менің аудиториям, кімде мақсатты аудиториясы бар, мысалы магазин электроники, PlayStation сатады, iPhone'дар сатады, және де неше түрлі жалпы осы технология бойынша пылесос болсын, чайник болсын, электрический робот-пылесос болсын, сондай сататындар маған жазып, сондай жарнама жасайтынмын. Табысым міне 3 айда мына жақта қойып қойдым, салып қойдым. Мен 18 октябрь 23 жылы осылай 2 миллион 700 мың теңге таптым. В среднем стористармен, посттармен, пост, рилс 300 мың теңгеден болған. Осылай тауып отырдым. Және де өзімнің парақшамда, мына екінші технолог емес, өзімнің парақшамда да серіктестік болған Hyundai Trans Қазақстанмен. Оны біз келіскен кезде 10 рилс салатынмын, ол кезде мен неше түрлі туториалдар салатынмын, жаңа мобилография бойынша, осы эффектті қалай жасаймыз, мына эффектті қалай жасаймыз деп. Сол Hyundai Trans Қазақстанмен енді сіздерге бағасын ашып айта алмаймын негізі, қалай айтсам болады. Былай айтайық, Дубайға семьяңызбен 3 рет барып келуге болады. Вот сондай 10 роликке төлем жасады, бір айда сол 10 роликті түсіріп салып тастадық мысалға. Hyundai Trans Қазақстанмен серіктестік болды осындай. Жалпы, достар, сіздерге жеткізейін дегем, блог арқылы өзіңіздің нишаңызды түсінсеңіз, нишаны таңдап, қандай брендтерге жарнама жасауға болатынын спокойно, оңай ақша табуға болады. Ең біріншіден миф және шындық. Миф бізде 1 миллион подписчик болу керек деп ойлайды адамдар. Жоқ, достар, 1 миллион подписчик болу керек емес. Даже 2-3 оқырманмен, мақсатты аудитория жиналғанмен, сапалы аудиториямен де жарнама жасап ақша табуға болады. Мысалы, Перизат деген бұл жерде маникюр бойынша обучение жасайды, соның блогында қарасаңыздар 2276 оқырман бар, ол 2 айда 400 мың теңге тапты жарнама жасап. Вот кім, ойласаңыздар, кім жасайды бұндай блогтарға жарнама? Достар, мен сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл жерде Перизат ханым жалпы
маникюр жасап, нейл мастерлерді шығарады. 2276 оқырман дәл сол нейл мастерлер. Кім төледі деп ойлайсыз? Кім төледі осындайға жарнама жасауға? Бұл жерде осы нейл мастерлерге лак керек болады ғой, лак, оборудование, пилить ететін нәрселердің барлығы керек болады ғой, лампа дейма, мынау сушилка дейма, соның барлығын. Сондай магазин жарнама жасады. 2 айға 400 000 теңге төлеп. Просто жарнама роликтерін жасап ана жерде. И все. Өте қарапайым нәрсе. Неге олар үлкен блогқа барған жоқ? Себебі ол жақта керексіз, непонятный аудитория болуы мүмкін. Олар перизатқанын тапты. Так, нейл мастер, бұның аудиториясы бүкіл нейл мастерлер, бізге солар керек, давай соған жарнама жасайық деп, солай спокойно 400 000 теңге мысалға тапты. Сіздің мақсатты аудиторияңыз бұл жерде маңызды. Сосын жалпы жарнама арқылы блогтан ақша табу бойынша схемасын түсіндіре кетейін. Өте қарапайым, оңай схема. Блог болады, блог жүргіземіз, аудитория жинаймыз. Енді біз нишасын таңдағаннан кейін соған қарай аудитория жинаймыз. Сосын брендтер, бизнесмендер, кәсіпкерлер, кәсіптер болады. Сіздің аудиторияңызды көріп, өзінің аудиториясын көреді сол жерде. Мына жерде менің аудиториям бар деп. Мысалы, мамский блог бастап жатсақ, мамский блогтың кім жиналады бізде? Көбінесе мамашалар, мамашкалар, нелері бар, балалары бар, семьясы бар, солар жиналады. Осы жерге кім келіп жарнама жасай алады? Мысалы, памперс сататындар, немесе образовательный центрлер. Сондай брендтер сіздің, себебі сізде солардың аудиториясы жатыр. Солар ақша төлейді, жарнама жасайсыз, солай ақша спокойно табасыз. Өте қарапайым нәрсе бұл жерде. Енді, достар, осы жерге келіп, мен сіздерге толықтай жеткізейін, қазақша блог деген қазіргі кезде қандай мүмкіндік екен. Осы мүмкіндікті қалай жіберіп алуға болмайды екен бар ғой. Достар, қазақ тіліндегі қазіргі кездегі блогтар жаңа басталып жатыр, ақырындап оборот жинап. Жаңа басталып жатыр. Бұның алдында статистика бойынша 2020 жылы, 21 жылы орысша блогтар өте көбірек болған. Қазір қазақша блогтар көп болып өсіп жатыр. Қазақ тілі деген бізде модада болып жатыр, Аллаға шүкір. Сол бойынша қазіргі кезде қазақ тіліндегі блог бастасаңыз нишевый. Бұл деген биткоин сияқты 2013 жылы биткоинді $1 сатып алған сияқты болады. Қазіргі кезде биткоиннің біреуі $117 000 тұрады мысалға. Ойлаңыздаршы. Дәл солай қазіргі кездегі нишевый блог қазақ тілінде ашу. Брендтер миллиондап жұмсайды. Кез келген компания, бизнес, мықты бизнесмендер, мықты бизнестер олардың бюджетін өте үлкен маркетингке, жарнамаларға үлкен бюджет бөледі. Себебі біледі, что телевидение қазір все уже, аудиториясы басқа. Қазір блогерлер арқылы немесе таргет жарнамамен жалпы әлеуметтік желіде болуың керексің. Солай түсінген олар. Сол үшін үлкен ақша бөледі. Соның ішінде сіздің жарнаманың ақшасы жатуы мүмкін. Екіншіден, әр жыл сайын бюджет сол өсе береді. Бюджет өсе береді. Себебі сол арқылы соларға клиенттер келеді. Үшіншіден, орысша блог өте көп. Ал қазақ тілінде блогтарды таппай жатыр. Достар, нишалар бос болып жатыр қазақ тілінде. Кино бойынша блог жоқ. Кино бойынша блог жасап мен не істеймін, Елдос мырза? Кино бойынша блог жасап күніне қанша кино шығады? Айына қанша кино шығады? Айына 10-12 кино шығып жатса, 15. Қазақтарымыз қазір деген бум болып жатыр ғой кино бойынша. Әрбір киноға жарнама жасауға болады. Сіздің бір деген алғашқы қазақ тіліндегі кино бойынша блог шығарып отырсаңыз қазір, соның ішіне кіріп отырсаңыз, сізге келіп жарнама жасайды. Сізде мықты дұрыс ұсыныс жасап жарнама жасай аласыз. Пожалуйста, бір киноның давайте 30 000 теңге примерно алайықшы. 30 000 теңге алайық. 10 жарнама жасасаңыз, уже 300 000 теңге спокойно табасыз, мысалы. Бірақ 30 000 теңге ол деген сіз осындай кино бойынша блог тек екеу-үшеу болып жатса, сіздің бағаңыз 30 000 болмайды, достар. 30 000 болмайды. Ол жерде 50 000, 100 000 теңгеге спокойно сатуға болады. Солай. Сосын нарық енді басталып жатыр. Достар, жаңа басталып жатыр. Техноблогқа мен не үшін кірдім? Себебі қарасам, ана жақта 1-2 адамға не бар екен техноблог бойынша. Қазақ тілінде жүргізіп жатқан. Сол үшін мен техноблогты бастадым. Солай мен ақша таптым. Бірден ақша тауып кеттім. Адамдар, компаниялар қазіргі кезде қазақ тіліндегі аудиториясының ақшасы бар деген біледі. Сол үшін соларға ақшасын аямай бөледі. Аямай бөледі, достар. Сол себеппен
осы кезде қазақ тіліндегі нишевый блогты таңдап, бастап кетіп, ақша табуға үлкен бір мүмкіндік болып жатыр. Мысалы, Фишфрайт деген мейрамхана бар. Бұл жерде Лаура ханым деген осының қалаушысы, олар деген айына 10 миллион теңге жұмсайды маркетингке, жарнамаға, таргетке. Мына блогерлерді мысалы көрген шығарсыз, тамақ жейтін блогерлер бұлар ше, отырады естіп, как вкусно, мы сегодня впервые пришли в этом ресторане, вы знаете, рыба самая вкусная деп отыратындар. Олар знаете қанша табады? Олар айына где-то біз ана кезде санадық. Мына өйстіп тұр ғой мына жігіт, Пашкевич деген, парақшасына көрсеңіздер, Пашкевич деген. Ол деген маусым айына осы жылы мысалға 3 миллион ба, 3,5 миллиондай примерно тапты. Он жарнама жасап. Оның жарнамасы бір роликі 250 мыңнан бастап жоғары кетеді. Бір рилс үшін. Представляете? Бір рилс үшін. Сол Лаура ханым жалпы осындай бюджетті бөліп отыр, достар. Ол маған айтқан, парақшамда если что сонымен бірге видео бар. Ол маған айтқан, қазақ тілінде блогерлер таба алмай отырмыз. Осы төртеуі ғана бар тамақ ішетін. Барлығы орысша сөйлейді. Төртеуі ғана бар. Тамақ ішетін блогер таба алмай отырмыз дейді қазақ тілінде. Бар болса, сразу дайын тұрмыз дейді соған ақша төлеп жасауға. Тек сауатты жүргізіп, боқтамай, солай жүргізсеңіз, дұрыстап көрсетіп, обзорларыңыз бар болып жатса, жарнама уже жасайды. Уже дайын тұр. Кім ойланып жүр, тамақ ішіп блог жасау керек еді деп, пожалуйста, дайын тұр. Қаншама ресторандар бар Қазақстанда. Күнде бір жаңа ресторан ашылып жатады. Әрбір ресторанға блог ретінде, блогерді шақыру керек, фудблогерді обзор жасайтын, соны шақыру керек. Ақша болады сол жерде. Спокойно, жай ғана өзіңіз ұсыныс жасап, немесе сізді тауып. Әр түрлі нишада қанша табыс табуға болады, қысқаша айта кетейін. Мамский блог мысалға ше. Балаларға арналған тауарларды, ойыншықтарды сіздер жарнамалайсыздар. Коляскалы жарнама жасауға болады. Ол жақта рилстар жарнама ретінде 100 мыңнан бастап өседі ары қарай. 300 мыңға дейін мен білем мамский блог, бірақ орыс тілінде, опять орыс тілінде бар ғой. Бір рилсқа 700 мың теңге алатын мысалға ше. Ол жақта 1-2 миллиондай оқырманы бар. Но бұл жерде 1-2 миллиондай оқырман, достар, бұл жерде ойлап қалмаңыздар опять, ойбай, тек сондай блогерлерге сонша төлейді деп. Жоқ, сіздің нишевый блогыңыз 2-3 мың болса, 10 мың болса, спокойно ақша табысқа шығуға болады бұл жерде. Фудблог, жаңа айтқандай, обзор жасайтын бар ғой. Соларды кафеге, немесе ресторанға, мейрамханаларға, азық-түлікті жарнамасын жасауға болады. Жаңа Пашкевич жасағандай, мороженыйға жарнама жасаған ғой. Мороженыйға, аквапаркке жарнама жасаған ғой. Сөйтіп, 150 мыңнан бастап 400 мыңға дейін бір рилс, бір пост үшін табуға болады. Техноблог бойынша менің салам болған 200 мың, 500 мың табуға болады. О жақта смартфон, ноутбук, гаджеттерге жарнама жасайсыз. Заңгер, бухгалтер тоже болады. Дәрігер де болады. Витаминдер де сататын бойынша. Педиатр даже болсаңыз да болады. О жерде де жарнама көп. Страшно көп. Просто білу керек, кімге жазу керек, және қандай дұрыс ұсыныс жасау керек болды. И все. Мұғалім болып жатсаңыз да болады. Кез келген салада табуға болады. Жарнама ретінде аудитория бар, брендтер бар. Солармен просто дұрыс ұсыныс жасап табуға болады. Даже электрик, достар, электрик блогын бастап жатса, сол жерде даже лампочканы рекламировать етуге болады. Немесе жаңағы сауда орталық деппін ғой, нелерді. Ремонт жасайтын орталықтар болады ғой, жаңағы сататыншы. Сол жерде де жарнамалауға болады. Блогыңызды өсіріп жасап мысалға. Өте оңай, даже электрикке. Кез келген салада болады. Сізге не оңайды сонымен? Жалпы қаралым оқырман жинау қазіргі кезде өте оңай. Өте оңай. Инстаграм, тикток келді бізге. Тикток келді де көрсетті. Міне, рекомендацияға шығатын нәрсе болды. Инстаграм қаратты, сразу тикток сияқты рилсті шығарды. Сөйтіп қазіргі кезде рекомендацияға кез келген видео шығады. Қазір 2025 жыл, 2015-17 емес, сол кезде өте қиын болған көтерілуге, кім көтерілді сол кезде көтеріліп кетті, бірақ қазіргі кезде Инстаграм, тикток жаңа ашылып жатқан блогтарға күшті мүмкіндік беріп жатыр. Ол даже Адам Моссери өзі айтқан, Инстаграм директоры, жаңа блог ашсаңыз, видеоларыңыз рекомендацияға шығарамыз. Достар, кез келген видео рекомендацияға. Просто ол жерде көп қаралым жинау үшін сыртқы контент таңдау керек. Және де басында дұрыстап назар аударту керек. Болды. Монтаж, ана жерде ойбай студияда түсір керек емес, өтірік подкаст сияқты отырады ғой, андай жасым 34-те, анау-мынау деген сияқты. Керек емес ол нәрсе. Алгоритмдер жаңадан бастаушыларға көмектеседі, күштілеп көмектеседі, жаңа бастап жатсаңыз. Бірден 2-3 мың оқырман деген жинау деген вообще 2-3 видеодан уже жинап жүруге болады. Сыртқы контент жасап көп қаралым жинауға болады. Сыртқы контент деген ғана не екенін түсінсеңіз, тақырып жалпы көп қаралым жинайтын сіздің нишаңызда, таңдалған нишаның бойынша салып
түсіндіріп басына назар аудартсаңыз, все, спокойно жинап алуға болады. Мысалы, менің шәкірттерім мына жақта Рауан ханым стилист ретінде міне маған 4000 оқырманмен келген, қазіргі кезде 43 000 оқырманы бар. Стилист ретінде күшті фишкасын тауып алды өзінің видеосында. Ескі киімдерді тастамаңыз деп, қалай стильно оны өзгертуге болады. Все, 43 000 оқырманы бар. Жұлдызай блогер, оның 242 подписчик болған, 182 000-ға дейін өсті. Ол деген балаларға арналған, жаңағы үй жағдайында қандай ойыншықтар жасауға болады, қалай ойнауға болады, қалай дамытуға болады. Сразу о жақта жарнама кетеді, уже орталықтарға неше түрлі жарнама жаңағы не даму орталықтарына кетеді, витаминдерге неше түрлі памперс болсын, страшно көп о жақта. Жансая ханым тоже менде оқыған, 16 оқырманмен бастаған, 24 000 оқырман бар, қазір Римде оқып жатыр, Италияда. О жақта ағылшын бойынша өзінің курсы бар, одан да спокойно жарнама жасауға болады. Менің міне Асаба Берік мырза, Жорабеков мүмкін көрген шығарсыз, 16 000 оқырманмен келген, уже 152 000 жинап алды. Майра ханым мұғалім 1600-мен келді, қазіргі кезде почти 18 000 оқырман болды. Видеолары 4 миллиондап қаралым жинап жатыр. Өте оңай нәрсе, достар. Қаралым жинап қазіргі кезде өсу. Вообще қиналатын нәрсе жоқ бұл жерде. Тек тақырыпты таңдауың керексің, сыртқы контент ретінде, және басында дұрыстап назар аударту керек. Міне, видеолар деген миллиондап қаралым жинап жатыр. Арасында жаңағылар ғана емес, басқалар да бар бұл жерде. 4 миллион, 2-3 миллион де бар, 262 000, солай жинауға болады, достар. Өте оңай жинау. Негізгі құпия, достар, осы жерде сіздерге кішкене айта кетейін. Негізі коммерциялық ұсыныс ешкім жасалмайды бар ғой, байқасам. Даже 100 000 оқырманы бар блогер жазған кезде жарнама жасайын ба, жасаймыз ба, жарнама бойынша жазып тұр едім деп жазады екен. Соны көрдім мен. Маған бір рет сторисқа бір адам жауап берді. Менде 100 000 оқырманым бар. Ана крупный брендтерге жасам, олар жауап бермейді. Мен скриншот жасап жіберіңіз деп едім. Анда сондай сұрақтар. Чо там жарнама бола ма, жасайық па деген сияқты. Чо там деп жазып отыр ғой. Блин, үлкен брендке дұрыс ұсыныс жасасаңыз, коммерциялық ұсыныс жасасаңыз, кәдімгідей маркетинговый отделдің досын деп қойды, адамын тауып, сол жерден почтасын алып, сізге коммерциялық ұсынысын бар еді, сіздің почтаңыз қандай деп жіберсеңіз, документ ретінде оқиды, қарайды, сізбен жұмыс істейді. Себебі осылай орыстарға не ұстап жасайды бар ғой. Қазақша блогерлердің өте аз адам жасайды. Бизнесте жүргендерге не жасайды? Себебі олар білет қалай бизнес ретінде қалай дұрыстап сөйлесу керек екен. Біздің байқұстар білмейді. 2-3 000 оқырман даже отырады да, білмейді қалай осыны суши пиццасын сөйтіп жей отырады, жарайды бартермен істеп отырады. Керек емес бартермен суши пицца. Ақша табуға болады о жерде. Бартермен ғана емес. Аудиторияны дұрыстап анықтау керек, форматын дұрыстап жеткізу керек, қандай форматта видео сіздің жарнамаңыз болады, брендке қандай пайда болады сол жарнамадан жеткізу керек, статистикасын көрсетіп, және бағасын айту керек, былш еткізу керек бағасын. Міне, мен осылай жұмыс істеймін деп, и все. Келеді сізге, жұмыс істейді, спокойно сізбен жұмыс істейді. Күтіп отырмаймыз, қашан менде маған келіп жазады екен деген сияқты. Жоқ, өзіңізді спокойно жазасыздар. Автоблогер бар менің досым Санат мырза. Ол деген автоблог арқылы, енді қазіргі кезде санаулы бар ғой, түрі бар, мықты автоблогердің іші. Осы Санат мырза 5-інің ішіне точно кіреді. Номер 1 бізде Олжас Оқас. Кстати, Санат мырза алғашқы блогер Mercedes Қазақстан компаниясына кәдімгідей жарнама жасаған. Алғашқы қазақ тілінде болған. Ол да айына 2-3 миллион теңге спокойно тауып отыр. Бұл жерде бір қызықты нәрсе бар. Мен рилсқа салғам Санат мырзамен біз сөйлескенімізді. Санат мырза және менде де ешқандай бір мықты білім болған жоқ біздің саламызға кірген кезде. Мен техноблогқа кірген кезде мен білмеймін айфонның камерасының іші чип қандай екен. Жоқ, білмеймін. Санат мырза да білмейді. Өзінің әлі күнге дейін машинесі жоқ өзінің. Керек емес. Супер сарапшы болу қажет емес. Получается, мен деген образовательный центр бойынша бір нелерді жасасам, обзорларды жасасам, сонда мен деген образование бойынша менде диплом болу керек па? Жоқ, ондай емес. Кино бойынша блог бастау үшін мен режиссер болуым керек. Жоқ, просто кино ұнау керек сізге. Просто кино ұнау керек сізге. И все. Қарапайым нәрсе. Сосын, картасы жалпы осылай, достар. Қалай сіз осыны жүргізіп жасайсыз және алғашқы табысқа шығасыз? Ең біріншіден нишаны таңдаймыз. Сосын, парақшаңызды дұрыстайсыз. Нишаны таңдаған кезде өте оңай. Сізге не ұнайды, сол бойынша. Қиын болып жатса, қазір түсіндіремін не істеуге болады екен. Парақшаңызды оформление жасайсыз. 3-5 сразу же рилстарды саласыз. Өзіңіз салаңыздағы сыртқы контентпен. Қаралым жинайсыз, қаралым жинағаннан кейін оқырмандар келеді. Коммерческое предложение дайындайсыз, коммерциялық ұсыныс.
ұсыныс таңдайсыз да жазып шығасыз мықты брендтерге. Звондап, сөйлесіп, айтасыз. Солай сіз ақша табасыз спокойно. Өте оңай жол. Енді ниша жоқ болса не істейміз? 90% негізі нишасыз бастайды. Себебі бұл жерде нишасыз бастаған кезде сіз бастапқыда күшті тәжірибе жинайсыз. 2-3 тақырып байқап көресіз, қандай бар екенін, соған түсіріп саласыз сыртқы контентпен. 2-4 аптада ниша көрінеді, уже сосын уже жүргізгеннен кейін, уже алғашқы 2-3 видео салғаннан кейін сізге уже примерно түсінесіз, мен осы бағытта жүргізсем жақсы екен деп. Ниша табу бойынша оңай методикалар бар. Ол жақта вообще сізге не ұнайды, қанша көп табыс шығып жатыр бұл жерде. Мен таңдаған кезде мен ойладым, технология бойынша примерно білемін, сол жақта өте көп ақша бар. Wylsacom ана жақта естісем, ана российский блогер Wylsacom айына $300 000 тауып отыр. $300 000. Не рублей, теңге емес, $300 000. Сол ойладым мен Қазақстанның рыногына солай кірейін деп. Сол үшін бастап кеттім, пожалуйста. Енді қорқыныштар қандай болуы мүмкін? Оқырман аз. Достар, бізде нишаны таңдасаңыз, сосын коммерческое предложение дайын болып жатса, болды. Оқырман азға қарамайды. Аз оқырманмен де сізден жарнама ала алады. Главное, олардың мақсат аудитория сізде болсын. Видео түсіре алмаймын. Лайв контент қазір кезде кіріп жатыр рынокқа. Лайв контент қазір кезде андай супер монтажсыз, просто қарапайым тілде өйстіп отырып, машинеде отырасыз ба, офиста отырасыз ба, үйде отырасыз ба, сөйлеп. Сондай тренд болып жатыр қазір. Солай-ақ даже көп қаралым жинауға болады. Уақытым жоқ. 20 минут, 30 минутқа не күніне кетеді сол монтажын жасап, идеяны табу үшін. Менің видеоларымды ешкім көрмейді. Алгоритмдер қазір кезде күшті жұмыс істейді. Керемет жұмыс істейді сіздің видеоңызды нақты сіздің мақсатты аудиторияңыз көріп кететіндей. Және брендке қалай жазамыз? Достар, шаблондар бар. Дайын шаблондар бар. Сіздің блог бір жылдан кейін ойлап көріңіздерші. Блог жүргізіп, сізге айтса, міне, Айгерім деген осы қазақ тіліндегі кино бойынша алғашқы мықты көтерген блог осы білем, осы Айгерім точно көтерген. Олжас Оқас туралы біз сол айтамыз қазір кезде. Сізде өзіңіздің салаңызда сондай адам болыңыз. Кез келген саланы таңдап, кез келген нишаны болып, қазір кезде сондай мүмкіндік болып тұр. Орыс тілінде страшно көп, қазақ тілінде жоқ болып тұр. Сол үшін сіз сондай болыңыз. Өз қалағаныңызды жариялайсыз о жерде, жарнама жасаған кезде таңдайсыз уже. Так, 400 000 теңге мынандай ма деп таңдап отырасыз. Брендтер ақша сізге төлейді, жүгіріп келіп тұрады сізге, пожалуйста, жарнама жасайықшы деп. Қазақ тіліндегі бір нишаны бастағандан бірі боласыз, жаңа айтқандай. Енді, достар, алғашқы қадам не істейміз, қалай істейміз? Мен сіздерге 10 күндік марафонды ұсынғым келеді. 10 күннің ішінде осының барлығын сіздерге үйрете аламын. Біз деген блогты бастаймыз, сіз уже дайын блогты бастап, 3-5 видеоны ішіне салып, оқырмандарыңызды жинап 10 күннің ішінде. И уже ұсыныстарды жібере бастайсыздар. Профиль дайын болады, коммерциялық ұсыныс дайын болады сізде, алғашқы ұсыныстарды жібере бастайсыз. Бізде марафон бағдарламасы бірінші күн қалай басталады, қалай 10 күн өтеді. Нишаны таңдаймыз, сізде ұнаған, немесе көп табысы бар нишаны таңдаңыз келсе, без проблем ол жақта қатты да білімде керек емес ол жерде. Екіншіде профиліңізді дұрыстаймыз. Жалпы адам кірген кезде бірден түсіне кететіндей ол не туралы екен. Үшіншіден видео форматтар қандай сізге сай, қалай сіз түсіріп сала бересіз. Сосын 4-ші, 5-ші, 6-ші күні уже түсіріп, соған монтаж жасаймыз. Контент жоспар құрамыз 7-ші күні. 8-ші күні уже сізге жаңа коммерциялық ұсынысты қалай жасайтыныңызды үйретіп кетемін, сосын уже спокойно жіберіп, уже алғашқы ақшаңызды таба беру үшін. Хабарлама қалай жазамыз, вообще қалай олардың номерлерін табамыз, соның барлығын үйрете кетемін. Және үлкен брендтермен қалай сіз жұмыс істеу үшін, қалай сізге 500 000 теңгедей бір-ақ рилсын сізге жаңағы төлем жасау үшін, соны толықтай 10 күннің ішінде үйренесіздер. Осы потоктың қатысушыларына менде тағы бір сюрприз бар. Жалпы аралығыңыздағы бір блогты таңдап, кім күшті осы потокта әдемілеп блогын дамытып жасап кетеді, соларға өзін тауып берем, жарнаманы 50 000-нан бастап 300 000 теңгеге дейін. Жерде салаңызға қарай. Достар, орындар шектеулі, біз дүйсенбі күні бұйырса бастаймыз. Марафон кімге арналған? Жаңағы басында айтқандай блог бастап ақша тапқысы келетіндерге. Блог бар сіздерде, бірақ жарнама арқылы әлі таппай жатырсыз, немесе өте аз тауып жатырсыз, бартермен әлі де жүрсіз. Эксперттерге, өзінің саласы бар эксперттерге, дәрігер болсаңыз, хоть сізде образовательный центр болса, хоть курстарыңыз бар болса, кез келген сіздің аудиторияңыз уже брендтерге керек. Сол үшін бұл жерде де сіздерге де үйреніп кетуге болады. 10 күннің ішінде, достар. Мен осы жарнама туралы сондай бір мықты блогер болғым келеді бар ғой. Осы Елдос қазақ тіліндегі мықты
аккаунттарды көтерген, осы көмектескен деп, осындай атым шықсын деп ойлаймын бар ғой. Осы 10 жыл, 20 жыл өтеді, Википедияда жазылып тұрсыншы. Мектепте сол бойынша енді бұйырса әрине маркетинг бойынша сабақтар қосылады университеттерге, сол жерде Елдос Сансызбаев осылай қосты деген нәрсені болғым келеді. Сіз осы блогты дайындап, шығарып, алғашқы жарнамаңыз ақшасын тауып, міне 100 мың теңгемді ойбай, бұның алдында қалай мен сұраған жоқпын, қалай жазған жоқпын, 100 мың теңгемді спокойно тауып алдым Елдос мырза арқылы деп айтатындай. Вот менің мақсатым сол. Сол үшін дайын болсаңыз, сол үшін сіз жаңағы блог арқылы ақша тапқыңыз келсе, келіңіздер, қатысыңыздар. Қатысу үшін просто маған айта кетейін, орындар бізде шектеулі. Дүйсенбі күні бізде бұйырса басталады, соған үлгеріп қалыңыздар. Бізде қатысу үшін маған блогер деген сөзін менің инстаграм парақшама жіберіңіздер, директке жіберіңіздер. Сол кезде хабарлама келеді, немесе осы WhatsApp тұр, соған бірден жазып жіберіңіздер, сізге менің менеджерім толықтай ақпаратын жібереді, сізді жазып қояды. Достар, сіздер алғашқы рекламадан даже если просто көрейінші, жарайды, ұялып тұрмын мен 100 мың теңгеге жарнаманы сұрап тұрсаңыз, жарайды, 20 мың теңгеге сұрасаңыз да болады. Сразу жауап тастайсыз бұл сумманы. Сол, достар, назарларыңызға рахмет. Осындай сабақ болды. Осы жерге дейін келіп отырсаңыздар, мен сізге тек бір өтініш бар. YouTube-қа жаңа комментарийге жазып жіберіңіз, соңына дейін көріп шықтым деп. Мен үшін деген, ол деген. Достар, шабытым сол жерде ашылады, тағы да осындай сабақтар жасап түсіндіру бойынша. Достар, оқиық, қазақ тіліндегі блогтарды көтерейік. Кез келген нишада сізде номер 1 болсаңыз, жарайды, номер 1 болмай қайыңыз. Топ 5-інің ішіне кірсеңіз уже айына 1 миллион, 2 миллион спокойно табуға болады. Сол, назарларыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.